Әке шешені қуантудың жолы көп. Ата-анаңызды өзіне емес, өзгеге жасаған жақсылық көбірек қуантуы мүмкін. Ол қызы бір-біріне қамқор болып жүрсе, әке шеше соған риза болады. Оларды шын қуантатын не бар? Балаңыз жақсы деген сөз екен. Сіздің балаңыз ба? Өткенде көшеде көрдім, жүгіріп келіп сәлем берді. Бір ісім түсіп барып едім, шаруам шешіп берді. Мұндай сөз әкені жасартып жібереді. Ананың уайымын кетіреді. Соны естіген әке шеше сырттай қуанып, марқайып қалады. Әке шешені бақытты қылу, әдемі көлік, жайлы санатория, қымбат тонмен өлшене бермейді. Балаңыз не деген жақсы адам, қалай керемет тәрбиелегенсіз. Міне, осындай риза қылатын сөзді айтқыза білуіміз керек. Міне, әке шешенің үлкен бақыты сол. Мына бала жаңа біз алып келген бала осы бала ғой. Мен балам ғой бұл деген. Ойбай. Рахмет, көп жаса балам. Жолың ашық болсын әрдайым.